NASA Хаббл ғарыштық телескобының 33-ші туған күнін көршілес NGC 1333 жұлдыз түзілу облысының керемет кескінімен атап өтті. Бізден шамамен 960 жарық жылында Персей жұлдызаралық бұлтында орналасқан облыстың әсерлі суреті. Қараңғы бұлт ішінде түзіліп жатқан жүздеген жұлдыздар қоздырып, соқтығыстырып, шашқан, жарқыраған газдар мен шымқайғара тозаңды көрсетеді. Отты жұлдыз түзілу құйынның көп бөлігі кескіннің төменгі жағына қарай қалыңдайтын ұсақ тозаң іс жүзінде күйе бұлтының тасасында. Суреттегі қараңғы облыстар бос кеңістік емес, тұмшалаған тозаң. Фотоның жоғарғы жағындағы жарық көгілдір жұлдыздан шыққан қуатты жұлдыз желдері тозаң пердесін жарып өтуде. Ұсақ тозаң жұлдыз жарығының көгілдір толқындарын шашыратып тұр. Төменде күңгірт тозаң шүйкелерінің ар жағындағы тағы бір асастық жұлдыз жарқырайды. Солғындау жақын жұлдыздардан тұратын диагональ жолақ қызылдау, өйткені жұлдыз жарығын тұтқан тозаң қызыл түсті көбірек өткізеді. Суреттің төменгі бөлігі күңгірт тұмандықтың қойнауына үңілуге мүмкіндік береді. Хаббл иондалған сутегінің қызылдау нұрын байқады. Бұл бірнеше жарық каскада қабаттасқан от шашу шыңына ұқсайды. Оны жаңа түзіліп жатқан көзден таса жұлдыздардан шыққан жіңішке жеттер туғызды. Көрініс осыдан 4,6 миллиард жыл бұрын осындай тозаңды молекуляр газ бұлты ішінде біздің күн мен планеталар түзіліп жатқан заманның мысалы. Күн оқшау түзілген жоқ. Мүмкін, мұндағыдан да қуатты өткен қарқынды жұлдыз түзілу кезеңінде оны басқа жұлдыздар қоршап тұрды. Хаббл жер атмосферасы үстінде айналатындықтан ғаламдағы көптеген ғажайыптың осындай айқын көрінісін бере алады. Хаббл ғарыштық телескобы 33 жылда ғарыш және ондағы орнымыз жайлы түсінігімізді өзгертті. Хаббл әлемнің жасы мен кеңею жылдамдығы туралы дерегімізді нақтылады. Оның терең шолулары миллиардтаған жарық жылы қашықтыққа көз тігіп, біздің күш жолымен салыстыруға болатын ежелгі жас галактикаларды ашты. Хаббл күн жүйесі мен галактикамыздағы басқа да жұлдыздар мен планета жүйелеріндегі белсенділікті жіті қадағалады. Хабблдың халі жақсы, және ол алдағы жылдары әлемді зерттеуін жалғастыруы тиіс. Оның теңдессіз қабілетін Уэбб сияқты басқа телескоптар толықтырады. Астронавтар жүзеге асырған 5 қызмет көрсету миссиясымен жердегі сарапшылар тобының еңбегі телескопты ғылыми мүмкіндігінің шыңында ұстап тұр. Хаббл ғарыштық телескопы туралы қосымша ақпарат NASA.gov Хаббл сайты мен NASA Хаббл әлеуметтік желілерінде. NGC 1333 көрінісі қызыл тозаң бұлтының ірі планынан басталып, күңгірт тозаң мен жайнаған жұлдыздарға толы төбесінде көгілдір жұлдыз жарқыраған толық кескінге дейін баяу кеңейіп.